Біздің миымыз күшті болу үшін ол әрқашан жұмыс істеп тұруы керек. Біз сіздерге миды жаттықтыруға арналған сұрақтар жасырамыз. Ал онда кеттік. Ал енді бірінші сұрақ. Бұл суретте бір қателік бар. Сіздің бар жоғы 10 секунд уақытыңыз бар. Жауабы 14 болатын. Ал енді келесі сұрақ. Суреттен екі бір-біріне ұқсас затты табуыңыз керек. Енді логикалық сұрақ. Бір адам жаңбырдың астында қалып қойды. Оның басына киетін ешқандай заты болмады. Бірақ ол үйіне келгенде оның бірде-бір шашы су болмады. Ол қалай болуы мүмкін? Ойланып алу үшін видеоны тоқтатып қойыңыз. Әрине, ол адамның шашы су болмайды, өйткені ол адам тақырбас. Енді келесі сұрақ. Бұл суреттен қанша үшбұрышты көріп тұрсыз? Видеоны тоқтатып ойланып алыңыз. Жауабы 7 үшбұрыш болатын. Мінекей. Егер де сіз біздің барлық сұрақтарымызға дұрыс жауап берсеңіз, сіз өте ақылды адамсыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.